жарасқан шашың қандай, есімнен шықпайсың асыл жаным, мен жүрмін сағынумен. Мен жүрмін сағынумен, басыла алмай, басыла алмай. Сырдан, қашық жырдан бір өзіңе айтайын. Тосып жүрек, тосып тілек, тек өзіңмен қайтайын. Ай, құйылған әгімі қасың қандай, көркіңе жарасқан шашың қандай, есімнен шықпайсың асыл жаным, мен жүрмін сағынумен. Мен жүрмін сағынумен, басыла алмай, басыла алмай. Күндер махаббатым аздаған, жүрегімде, тілегімде ғашық оты лаулаған. Ай, құйылған әгімі қасың қандай, көркіңе жарасқан шашың қандай, есімнен шықпайсың асыл жаным, мен жүрмін сағынумен. Мен жүрмін сағынумен, басыла алмай, басыла алмай, басыла алмай, басыла алмай. Sağındım taza niyetten, бұл өмірін еткен хаталар, өшпеді асау жүректе, сол қызға деген махаббат. Қарайды көзің мөлдіреп, қиғашқа сарылмай жүздім, ақ орамалың желбіреп, кімге сен құшақ жайғыздың, ақ орамалың желбіреп, кімге сен құшақ жайғыздың. Şerdemin ay yüzlü arı siyiktim, özünsün arman gerdenim. Karaydı gözün mölderip, kıygaşka sarı ay yüzdüm, ağ oramalın jel
berip Kimge sen koşar şay kızdın Ağıramallın şel berip Kimge sen koşar şay kızdın Ağıramallın şel berip Kimge sen koşar şay kızdın
есімі есімдердің ең алдында тұрады. Илья Ильин еліміздің барысы, халқымыздың дүлей күші намысы. Сәнсіз болар, мәнсіз болар білсеңіз, Ильясыз Олимпия жарысы. Батырға тек балаймыз, ал ертеңге ақ үмітпен қараймыз. Сондықтан да келешекте әлі де жеңістерге қуанамыз талай біз. Илья Ильин еліміздің барысы, халқымыздың дүлей күші намысы. Сәнсіз болар, мәнсіз болар білсеңіз, Ильясыз Олимпия жарысы. Илья Ильин еліміздің барысы, халқымыздың дүлей күші намысы. Сәнсіз болар, мәнсіз болар білсеңіз, Ильясыз Олимпия жарысы. Ильясыз Олимпия жарысы. Жоқ, балдардың бәрін жатқыздым. Жұмыстан бағана келген, мен тамақтарын бердім, жатқызым. Сен қайтса енді үйге? Айналайын, күнде банкет болып кетті ғой сенікі. Күнде бір подружкаң туылама сенің? Қайтшы енді болды? Балдар түріңді ұмытып қалды ғой же? Келсейші енді үйге. Я. Тамағын істегем, жатқыздым бәрін. Ойын-тамаш тез-тез кешті бірақ енді. Ассалаумағалейкум. Жақсы. Қалайсың, аман ба? Қалайсың? Не yapsın? Не мынау, не? Енді орамал тағып ал, болды, нормальный болады ары қарай. Не болды саған? Үй крас келіп жатыр мен просто. Крас тамбасын деп жауып алдың ба? Крас тамбасын деп, мынау қолым сүтетін әлде тамақ май тамбасын деп жауып алдың ба? Сен не болдың, маған тиісуге келдің ба? Не қылып жеттің де? Адамның позорын шығарып сендер. Еркек емессің ба? Ну что, балдарға тамақ істеп берсен не? Еркектігінен түсіп қаламеген адам? Үй крас келіп жатырмын. Қасықпен крас келіп жүрсің ба енді? Айтасың не әңгімені? Шамал краскасын қырған былай қасық. Қорқақ, чмо келсін сен, чмо. Мен айттым сол қатыныңды баяғыда ама деп айттым саған. Ама, мына қатынды алсаң сорлайсың деп айттым ба? Басыңа шығып алады дедім. Шығып алды басыңа. Қойсай, менің қатынның артында сен де жүгіріп ең сол кезде. От көрдің ба, маған қарамаған қатын жаман қатын ол. Сол кезде қарамаған маған ол. Оңбаған. Айттым, сондайын біліп алмай қойдым ғой мен. Не? Үй крас келіп жатырмын, сен білсең қарасай, мына кухняға кіріп, мына яқтың бәрін көрсейші. Қаян кіріп? Терезе крас келіп жатырмын, терезе. Бір кесе күрішпеш. Сен де чмо болғасың ба? Не? Ой, бұл сорлар. Сендерде классасың бар дейді ау сендерде. Не бопты? Күріш сұрап жүрсің ба, тамақ істейдің? Мынау жындыма. Күліш деймін, күліш. Күліш сұрап жатыр, күліш. Сөйтсе, күлішті екі кесемен әкіп кетесің ба? Жоға, енді күліш дедім ғой мен. Машина жөндеп жатырмын десеймін. Шыңды айта берсей. Көршілерден естіп жатырмын ғой, екеуің қатындарынан жаман қорқады дейді ғой. Ондай жоқ. Кім айтып жүр? Шақырышқа. Бәрінен естіп жатырмын. Сен мына денеңмен мінендей қатыныңнан таяқ жеп жүрсің ба? Таяқ жеп жүрген, машина жөндеп жатырмын деймесің ғой. Басынан бұрып шеге қағып жермейсің ба? Ойбай, мынау масқара. Саған да айттым соғыз паркта кездескен кезде. Тымсырайған кікіттей бәлекен алмай қой осыны деп.
Ағасын мен сияқты бір нормальный достойный қатын алмайсыңдар ма? Қойшы мақұл. Менікі де құтырғанына құтырды ғой басында. Қатын өшіп келіп басынан бұрып бітті ғой. Кім, сен ба? Ойбай. Шамаларың келмей ма қатындарыңа? Айтсаңдаршы, мен ақ ұрып берем ғой. Болмаса, бүгін сен ұр қатының, мақұл ма? Сен қарап көмектес, жабылыңдар екеуің. Ертең сен ұр, сен барып көмектес. Мақұл ма? Ят қой. Қойшы мақұл. Мен мақұл, ешкімге айтпаймын, ауылдан басқа класстастар кезде позор ғой. Ой, шешіп тастаймыз ғой, не? Сен кімге тамақ істеп жатсың? Ой, мен машина жөндеп жатырмын деймін, машина жөндеп жатырмын. Астына кіресің ғой, маяғады ғой. Қош, стакан бар ма? Бар стакан. Әжептеуір, көңіл көтеріп ішіп келатсың, настроениемді түсіріп жүрдіңдер ғой. Мен ішпеймін, жігіттер. Не болды? Жоқ, иіс шығады, не қады, қош. Мына точно қорқады. Мен жамал қорқаймын, мына точно қорқады. Перегер шығады деп қорқтыңыз ба, перегер? Кетіп қалады оған дейін. Точно кетем ба? Қуырылған етін жеп жүр, болды. Лавровый шайнап жұтып ал. Лавровый сасып ұрасың. Сүйғымай ішіп алсаң шықпайды дейді ғой. Сен магазиннен келе жатсың ба, қаяқтан келесің өзің? Менен қаяқтан келесің деп сұрамасай? Әкеш. Күнде осы жүрген ғой, мен жүрем ғой, ардушы, еркекпін ғой мен. Өлетін болдық қой, қорқа. Қыш. Толтырып қоян. Анауыңды шамаймыз, анауың. Сен тұратсың ба, өлгенеге? Тоқтасай? Тосайтайық да. Тоса кеп қалмай ма қазір? Қорқпа, ма. Төге өлмесе қасқалдықтың қандай қып. Болды, бітті. Ал. Әге сенкі дұрыс негіз бар ғой. Сөйтіңдер, мұнан даканса тартып алыңдар да? Бүгіннен бастап мен өзгерем. Мен соны баяғыда айттым мынаған. Давай бастайық. Қойсай. Сен ғой бірінші жыл бұлдады, күр жоға бастаған. Қорқпау керек қой. Көрсетем приемдарды қалай Давай, для храбрости кеттік ал. Ой, мен ішпей ұрам оны ұрам десем. Жартысынан алыңдар, жартысын. Шөлдеп өліп қапсың ғой сен бейшара. Қатыннан қорып, неше жыл болды ішпегенге? Жоқ, мен де мынаған ішейік деп айтайын деп келатқам ғой. Қашан? Қазір осы. Айналайына мен өткен жол праздниктерде ішкі замадым ғой саған. Антасында шем ғой мен. Негіз дәге сен айтқаның дұрысы. Қатынның кесірі бәрі. Әне күні екеуміздің төбелескенімізде қатынның кесірінен болды. Екеуің төбелесіңдер ма? Ойбай, айтпа. Сондағы ұрысқанымыз, төбелесіміз, ала кір жаятын сымға таласып қалдық қой, я? Сонда. Сен жаңа осы мәшин жөндеп атқаның. Жоқ, істесек бала шағамыз үшін істеп атқаның. Кір жаятын сыммен наоборот қатындарын байлап тастамайсыңдар ма? Ойбай. Шаман келсе байлайсың. Ананың қатыны болғанда мен давно байлап тастайтын. Мен қатынды білесің ғой. Семіз түйенің жарт етіндей. Сен қатының белгілі, үшеуміз жабылсақтан қинау жеңің. Сондай қатынмен өмір сүріп жатырмын ғой мен. Риза болсай қайта. Аямау керек, баланы бастан, қатынды жастан деген білесіңдер ма? Желкеге шығармау керек. Мен сияқты алған күн ертесіне көзін көгертпейсіңдер ма? Ойбай, қайда? Сен сөйттің ба? Ол наоборот, мен аямай ұра берем ана. Қойдым десе де бетін бытшытып ше. Төркініне кетпек түгіл есіктің алдынан шығамайтын қылсайым ғой, жұрттан ұялатын ғой. Ойбай, сен... Екі көзін ұра бер, көзін ашамай қалады, үйіне қайтамай қалады ол. Жаман қаты кезікесін, Мықты екен, Сөйт ұрмайсыздар ма? Мен енді ұрайын деп атсам, анау одан сайын ұратын сияқты қорқан сөз қойшы. Қорқақ. Тағы бір алып қояқ, для храбрости. Маған қалған жоқ па? Сен бәрін бір ашып қойдың ғой жа. Қалай ішесіңдер? Өлешкенше бөлешсіз. Аямайын, бар ғой, кәшкесім бар ғой. Бытшыт қылам ғой, бытшыт. Тұрамайсың, қадайын жерде. Бүгіннен баста мен де ісім қатынмен болсын. Сөйтіне аямаңдар. Не ол? Әйелден қорық. Әйелден қорыққан. Сендерді көрдім мен. Мен де сол мынаған айтып бастан, неге қорқасың? Мынандай жаңбыр жауып тұрған кез қақта жүр әйелдерің. Отырсыңдар өздерің балаға қарап. Қатын деген үйде отыру керек қой балаға қарап. Наоборот сендер жұмыс істеулерің керек қой. Қой айтам, үйде баса. Не? Қайсы ол? Ең жетпеген сенен ке. Ойбай, мына қара. Бүтін. Ярышын? Не сен, неғып жүргенден нең бар бұның? Ойбай, мына бейшараға жампыт қапты. Еркек құсап ішіп атыр бұл қайта. Мына екі бейшара қатындарын жоқ, жампыт қапты ғой сендерге. Маңдайыңа. Жампытке бұрыннан жанымыз бар біздің. Мен жаңа камокқа баратқам ғой. Камокқа. Сосын кейін келе атсам екеуі қатындарын ұрамыз деп атыр. Мен айтам, әйелді қалай ұрасыңдар деймін ғой бұларға. Қалай ұрасыңдар?
Әйел деген бір қолмен бесік тербетсе, бір қолмен әлем тербетеді, білесіңдер ма? Ойбай. Сен қалай қалай? Қыз балаға қалай қол көтересіңдер? Ойбай. Көрдің ба? Қатындарын ұрамыз деп. Жаңа сен подножка беретінің қайда жаңа? Ол баяғыда ол. Өйтпеңдер. Әйел деген білесің ба? Әйелден ыстық от бар ма? Әйелде түстік көк барға. Қарғағын келсе бір өт әйелің өлсін деп қарға деген білесің ба? Сөйлеп айтсам бір түрлі қалатын шығарсың, ондай емес. Жоқ, мен айтып жатырмын. Көңілің соған ашасың, сырың содан. Көңілің сырың соған ашасың, шөлің содан басасың. Адамның күні әйел мен әйелдермен жасасын деп жатырмын. Ойбай. Қараңдар әйелге. Әйелге дұрыстап қарасаң, әйелде қарайды ғой. Жабылып ұр деп атырың ғой жаңа. Әлем бойынша әйелін жеңген еркек жоқ дейді, білесіңдер ма? Бірақ еркек бар екен, оның өзі жындықанада жатыр дейді. Шынды? Мен ұрма қой дегеннен басқа не жазығым бар? Сізді бермесе? Нан алғам негіз, қайға қой кеткен білмей қалдым ғой, үйге нан арым. Есіңе түсті ма, нанға жұмсағаным? Сөйтіндері әйелдеріңе әңгімайса бермей. Ей, абайлай, ұрып жүрме. Мынауын көрдің ба? Әне, қалай сайрайды, бізді жерге тықып атыр еді жаңа. Құдай мықтап сақтап қалды бізді. Мен әйелім келгенде енді ұрайын деп тұр едім бар ғой. Құдай мықтап сақтап, вовремя келді та. Сен баған не сұрап келдің менен? Мен күріш, бірдеңе иіс шығып жатыр. Мен қазаным күйіп жатыр, етім ше. Бар. Қалай сайрайды, азамат болыңдар, еркек болыңдар деп қояды. Еркек. Бірақ бұның айтқан сөзінде жаны бар, бір мәрте бізде бас көтеріп көрейікші осыған. Қайтасың ба жоқ па? Саған екі болып қалды ғой енді. Жоқ, қайтенді болды, просто балдар әбір жүріп отыр. Bir adam dost boluptu bir ayumen. Bir adam dost boluptu bir ayumen. Köngülü birin birey unağandan. Adam men ayudayın bolmadık dep sırtından körgen adam kıladarman. Adamның аю құшуақ аманына ешбір жан келтірмепті маңайына. Өштесі осы адамның өштесім деп жалыммен қағады екен өкпесін кеп. Бет аузын желпі өшпен желпейді екен, бетіне шыбын қонып кетпесін деп. Bir күні адам ұйықтап жатыр еді, қасында аю досы отыр еді. Adamның маңдайына шыбын қонды, аюға кетті жаман батып енді. Көтеріп адамдай тас алып қалды, ол таспен шыбынды кеп салып қалды. Сол жерде шыбын өлді, адам өлді, достығын надан достың бекер болды. Тәрбие осы сөзден алмасаңыз, бұл сөзге жақсы құлақ салмасаңыз, кетуден басты жарып, тайынбайды адамын тауып жолдас болмасаңыз. Жақсы парқы жаманнан бөлектеген, талбара бар болмайды терекпенен. Бұрынғы қариялардан қалған нақыл, ақмақ достан дұшпаның зеректеген. Бұрынғы қариялардан қалған нақыл, ақмақ достан дұшпаның зеректеген, зеректеген, зеректеген. Ал енді ардақтағы ағайын, бұл дос деген сөз үш әріптен тұрғанмен, оның енді мағынасы өте ауыр түсінгенге. Бірақ енді доста дос, дұшпанда дос, амандықта, ажырар дос пен дұшпан жамандықта деген. Сондықтан бір жолдас бар, мұрныңнан қан кеткенше, бір жолдас бар, қолыңнан мал кеткенше,
бір жолдас бар, кеудеңден жан кеткенше деген. Басыңа бақ бар кезде, кішкене қолыңда 4-5 сом бар кезде дос болғыш көп. Басыңа кішкене ала бұлт айналса, сонда белгілі болады барлығы. Сондықтан енді ол барлығаны көпке топырақ шашуға болмайтын шығар, бірақ Ахмет Байтұрсынов деген ақсақалдың бір екі иттің жолдас болып жатқанын орындап бергімізге келіп жатыр. Бір 4 көзбен мойнақ екеуі дос болып жатыр екен. Соны кішкене ғана қолдап қойсаңыздар, орындап бере салайын, Бір байдың 4 көз мойнақ төбеттері, өздері ит болсадай әдептеді. Түндіріп күндіз үрмей жай жататын болады әдепті иттің әдеттері. Түс мезгіл 2 төбет тойып жатып, кемпір наз өкпелерін қойып жатып, ас үйдің алдындағы күн шуақта сөйлесті, әр нәрсенің басын шатып. Сөз қылды жақсылық пен жамандықты, жомарттық мырзалық пен сараңдықты, достық пен дұшпандықтың жайын сөйлеп қол қалды татулық пен араздықты. Ділмәрсіп сол уақытта айттым ойнақ, менсіз-ақ қара 4 көз өзің ойлап. Дүниеде одан артық не нәрсе бар тұрғаннан, татулық пен күліп ойнап. Дос болсаң құшақтасып жанға балап, сөз айтсаң бір-біріңе шырақ қарақ. 6 күн ашаршылық көрсең дағы, жемесең бірің жоқта бірің тамақ. Сөйлейді маңғазданып енді 4 көз, мойнекі мұның әбден айтарлық сөз. Тұрмайтын бір күн тату неміз бар деп мен дағы ойлаушы едім осын әркез. Расын рас демей танамыз ба, бір тәулік татулық жоқ арамызда. Тұрмайтын ренжуге, сәл нәрсеге екеуміз баталасамыз барамыздай. Ондайыз арасында болған емес, көз салсақ бұрынғы өткен бабамызға. Бұл сөзге көңілденіп мойнақ тасты, ол үлкен одан көрі 4 көз жасты. Мойнекем 4 көзім деп, бірін бірі екеуі серт айтысып құшақтасты. Екеуі бірін-бірі сүйді құшты, ыстығы басылмаған достық күшті. Ас үйден лақтырылған бір омыртқа иттердің дәл қасына келіп түсті. Көрген соң майлы сүйек ит тұрар ма, құшағын жазып ала жүгірісті. Достықты айтқан сертті бұлай қойып екеуі бір-біріне салды тісті. Досты дос одан артық қалай сыйлар, жүндер бұрқыраған аспан құшты. Иттерге таласа да жарасады, әйтпесе ит әдетінен адасады. Дос болған адамдарға қарап тұрсақ биікпен теңдеп болмас аласаны. Сүйектей арасына дүние түссе, иттерден адам артық таласадай. Сүйектей арасына дүние түссе, иттерден адам артық таласады, таласады, таласады. Ал енді ардақтағы ағайындар, бұны сіздерге орындап беретін келесі терме. Жасыратын жоқ, жігітті кейде тоқшылық, кейде жоқшылықсын айт дейді. Неше түрлі жағдайлы болып сөйтіп жатады. Баяғыда біреу айтқан екен, келіншек бізде әйел болғамыз, қап-қатары сағамыз деп. Бізде бірден бауыржан болып кеткен жоқпыз, бізде сол қара жұмыссыз айдап, Мурабейдегі матесекілі айдап сөйтіп жүрдікті. Сол кезде көп адамдар белгілі болған. Адамзатқа дүниенің бар кезінде кімге керек? Бұл дүние көбейіп кетсе де бәле, жоқ болса тағы бәле екен. Ал енді сол дүние жоқ болған кезде, шын дүниеде кімге керек болатыныңды сол кезде бір жастықпен жазған өлең еді. Егер қолда дүние болмаса деген бір жалғыз ана деген терме деп қабылдаңыздар. Соны бір орындап бере салайын, кәнекей. Араласпас ешкім жармаса, ренжіме ағайыныңа. Егер қолда дүние болмаса, ренжіме ағайыныңа.
егер қолда дүние болмаса. Еркелігің ағаңа жақпас, ертең айтсаң балаңа жақпас. Әзілдерің бажаңа жақпас, егер қолда дүние болмаса. Әзілдерің бажаңа жақпас, егер қолда дүние болмаса. Нағашыңа көздерің жақпас, жиеніңе сөздерің жақпас. Өзіңе де өзгелер жақпас, егер қолда дүние болмаса. Өзіңе де өзгелер жақпас, егер қолда дүние болмаса. Сырластарың сырыңды ашар, жақын досың жаныңнан қашар. Әйеліңде айқайға басар, егер қолда дүние болмаса. Әйеліңде айқайға басар, егер қолда дүние болмаса. Немереңде сұрақ қоймайды, сөзіңізде қуат болмайды. Қызыңызда құлақ қоймайды, егер қолда дүние болмаса. Ұл-қызыңда құлақ қоймайды, егер қолда дүние болмаса. Қайын жұртың есектейді екен, құдаларың өсектейді екен. Әпкең езіп кесектейді екен, егер қолда дүние болмаса. Әпкең езіп кесектейді екен, егер қолда дүние болмаса. Саған ешкім ергісі келмес, қарыз сұра бергісі келмес. Түріңді де көргісі келмес, егер қолда дүние болмаса. Түріңді де көргісі келмес, егер қолда дүние болмаса. Дүниесіз пенде көпке сыя алмайды, кей жігіт сиямын деп қиялдайды. Ауру бол жүре алмайтын тақыр кедей, жалғыз ана жамандыққа қия алмайды. Ауру бол жүре алмайтын тақыр кедей, жалғыз ана, жалғыз ана жамандыққа қия алмайды. 70 жұлдыз жағылып, күндей жарық бола алмас. 7 жеңгең болса да, бір анаңдай бола алмас. 70 жеңгең болса да, ана орны тола алмас. Рахмет. Мінеке. Кеңізме жерден. Өзі анадан ана ғана
Адамды жаманшылыққа қимайтын сол кезде әбден көзіміз жеттен, сәл аздап көңілім босап кетіп жатыр. Кешірім сұраймын сіздерден. Сондықтан Құда қаласа аналар әрқашан мың болсын деп, менің ардақты аналарыма бір ду қыл шапалақ болса. Одан кейін осында жасыратын жоқ, ана ғана шаңырағын тастап кете алмайды екен. Күйеуі ертерек қайтыс болып, 30 жастың айналасында әдемі сұлу кезінде екі бала мен Қайраттай, Саматтай бала шағасын күйеуінің шаңырағын шайқалдырмай, сол балдарды өсірген осында Свет анамызға да бір шапалақ болсыншы. Светлана Мырзахметовнаға бір қараңызшы халыққа. Және 10 баланы қанаттыға қақтырмай күйеу ертерек қайтыс болғанда осы жарыққа жеткізген осында Жамал апам отыр. Жамал апа, орныңыздан бір көтеріліңізші. Аузын ашса жүрегі көрінетін. Сондықтан келесі әніміз Жан ана деген әнді менің көзімнің ағы мен қарашығындай қос қарлығаш қызым Айсұлу мен Гүлжанның орындауында тыңдасаңыздар бір жақсы ду қол шапалақ қоса кәнікі. жараттың мені жоқтан бар еттің иманымды тау еткің жаратушы жан ием бір өзіңе бас ием бір
бір Алланы мен сүйем. Ла иляха иллаллах, Аллахым Алла, Мухаммад Расулаллах, о Хабибуллах. Барша әлемнің әмірі, жаратушы тәңірім, молда бақыт дәуірім, шүкір саған хан ием, намаз оқып бас ием, тек Аллаға мен сенем. İlaha illallah, Allah'ım Allah, Muhammed Resulallah, o Habibullah. Вселенной ты един, и с тобой мой господин не сравнится ни один. Защити от сатаны, покажи путь истинный. Ты Господь единственный, моей души Коран, Аллахым Аллах, в нем есть жизни мудрый план, Аллахым Аллах. Ла иляха иллаллах, Аллахым Аллах, Мухаммад Расулаллах, о Хабибуллах. Ла иляха иллаллах, Аллахым Аллах, Мухаммад Расулаллах, о Хабибуллах. Амансыздар ма, ардақты ағайын? Концерт көңілдеріңізден шығып жатыр ма? Бүгін енді алдарыңызға келгеннен кейін құралақан келмейік деп, мынау енді сайлаушыларыма осындай бір дүбірлі думан ұйымдастырып берейін деп келген едім. Ұнаса болды. Ал енді ай сайын, күн сайын, апта сайын алдарыңызға келе алмаймыз, ардақты ағайын. Біз депутат деген елміз, өздеріңіз халықтың қалаулығысып сайладыңыздар, рахмет оған. Енді мұң мұқтаждарыңыз болса, осындай кезде айтып алыңыздар ағайын. Осындай кезде айтыңыздар. Көкейде жүрген көкейтесті ойларыңыз болса, бәрекелді ақсақал, қошеметтеп қойыңыздар, мінекей алдарыңызда ақсақал келе жатыр. Келіңіз көке, келіңіз. Уалейкумассалам, қалайсыз? Қуаттымысыз? Баяғы сайлаған бала өзің бе? Өзім ғой көке, өзім. Депутат бала? Жағдайың жақсарып қапты бала. Баяғыда абарық жап-жас бала ең. Құдайға шүкір, әйтеуір жағдайың бәрін жасапсың. Көке, елдің жағдайын айтсаңшы, елдің, менікін қайтесіз? Осы енді өзімізді нашар болғасын, сенің жағдайыңнан бастап атырым ғой. Жағдай жақсыдан бастап атырым ғой. Айтыңыз ақсақал. Хош келдің ауылға. Аха. Әй, сендер осы баяғыда 2 жыл бұрын сайладық сен. Иә. Әй, 2 жылдан бері қаяқта жүрсің? Әй, бір 2 ай, 3 ай сайын келіп тұруға болмай ма? Енді ақсақал, ол апта сайын, ай сайын келе беретін, мен ерігіп жүрген жоқпын ғой. Біз жарға құлағымыз жастыққа тимей жүр ғой қазір көке. Ел деп еңіреп жүрген ерміз біз. Ешкім жетісіп жүрген жоқ. Көрініп тұр. Ешқандай депутатқа қазір сен келмедің, елдің жайын білмедің деп әңгіме айтудың қажеті жоқ. Иә? Біз ана жақта отырып-ақ білеміз көп нәрсені. Ұйықтайтын уақыт жоқ дейсің ғой. Ұйықтайтын уақыт жоқ бізде. Ай, осы қашан телевизорды қоссақ ұйықтап отырасың ғой сен. Телевизорда
жаңа қарайым да сені іздеймін, ай біз сайлаған бала бар ма екен өзі? Енді ақсақал енді күндіз түні шапқылап жүргеннен кейін анда сонда бір жиналыстарда мызғып алатын біраз енді шамалы. Байқамай қаламыз да кетіп қалады көз. Сонда көріп қоясыздар ма енді? Зояға шүкір жағдайың бәрін дұрыстапсың әйтеуір. Алдардың бәрін дұрыстап құтты болсын. Рахмет. Әйтеуір ұмыт кетпей елге келгеніңе рахмет әйтеуір. Қария елдің мұң-мұқтажын айт деп шақырып едім сізді. Айтсаңызшы енді. Енді айтайын деп келіп тұрмыз ғой. Сендер дұрыстап қарасаңдар, дұрыстап. Бірінші мәселе пенсия. Неменеге қарап тұрсың маған? Бітті. Сен осы сайлаған кезде бәрін қатыратын болып кетіп ғой? Қатырам деп батырдың ғой наоборот. Жоқ, пенсия көтерілген жоқ ба? Зейнетақы көтерілді ғой. Оны айтып тұрған жоқпын мен. Онда көтеріп, несіне көтеріп жатсыңдар оны? Пенсияны көтересіңдер де продуктыны қымбаттатасыңдар. Не керек оны? Өткенше пенсияны көтермей қойыңдар, продукты қымбаттамасын. Жарайды ақсақал, я. Мен ана көршім Сапаққа жынын кеп айтып тұрмын саған. Сапағың деген соғыста 5 жыл болды. Мен 9 жыл болдым ғой. Соғыста. Соғыс өзі 5 жыл болған жоқ па? Сіз 9 жыл не істеп жүрсіз? Мен 38 жыл әскерге кеткем ғой бірінші. Соғыс басталып кетті, қап қойдық осы жақта. Ары қарай Жапонияға барып қайттық. Қайта жол пұл құртып жүреміз біз. Бәрін бітіріп бірақ қайтайық дедік қой. Бәрекелді қария. Мен 9 жыл болғам. Көршім Сапақ 5 жыл болған. Ауылға келіп 40 жыл трактор айдадық. Оның пенсиясы 36 мың, менгі 23 мың неге? Енді қария оны ол әртүрлі нәрседен болады ғой. Мысалға енді сіз қатардағы солдат болған шығарсыз. Ол командир болған шығар. Атасының басын командир ма? Ол менің артымда жүретін наоборот. Менің анау зумный шоткілерін тасып жүретін адамдың ғой ашын жоқта. Артымда жүрген. Енді 5 жыл бойы окоптан шықпаған адам ғой. Жарайды, ақсақал. Оны шешеміз. Мен алдыңғы шепте жүрген жоқ қой. Оны шешеміз. Соң қараңдар дұрыста, айналайына адам жыны келеді екен. Өзіңнен төмен адам көп пенсия батса. Жарайды. Вот бірінші мәселе осы. Екінші мәселе айтып жатқан қымбатшылық. Жанармайды қымбаттаттыңдар. Қымбаттап кетті ма? Білмейсің ба? Бүкіл продукт керексің, нанға дейін қымбаттап кетті ғой. Естімеппін оның бәрі. Конечно, естімейсің, сен өмір сатып алмайсың ондай. Сендер тортпен шай ішіп жүрген шығарсыңдар үшін, нанның бағасын да білмейсің ғой сен. Қарай, айта беріңіз. Вот соған қараңдар қымбатшылық. Үшінші мәселе, Астана мен Алматыдан үй беріп жатыр екенсіңдер, ардагерлерге. Дұрыс па? Дұрысына дұрыс. Бұрын әр облыста 10 шалғы алды дейтін еді ардагер. Бүкіл Қазақстан бойынша 5-6 шалғы алдық қой. Бір квартир бермейсіңдер ма? Жоқ, енді ауылда тұрған қарияларға қаладан квартираны қажет не? Өзіміз тұрмасақ, балдарымыз студент болғанда тұрады ғой. Жұрттың бәрі сөйтіп алып, алған шалдың бәрі Алматыға көшіп барып жатыр дейсің ба? Жарайды ақсақал, жарайды. Оны да айтамыз, иә. Ары қарай. Соған қараңдар, дұрыстап. Осы мәселелерді дұрыстап қара. Сосын кейін 4-ші мәселе, мен анау шекарада тұрам. Шекарасы несі? Шекараны тартып ғой сендер. Жоқ, енді шекара болғасын ол тартылады. Бұрын шекара жоқ еді орада. Қай жақта тұрады негіз сіз? Осы шекараны тартып ғой кетіңдер де аяқ астынан. Өзбекстан мен Екордаға. Иә, алайда. Не болды? Үйім Қазақстанда қалды да, туалетім Өзбекстанда қалып қойды ғой. Енді жүрміз енді. Туалетке барған сайын паспортымызға печет қойдырамыз. Қарамайсыңдар ма, қарамайсыңдар ма? Барған сайын печет, паспортқа барған сайын печет. Үйге қонақ келгенде етеген, біреу паспортын ұмытып кетсе не істейді? Гаршок әпереміз, памперс әпереміз оған. Бәрекелді ақсақал, мәселелеріңіз осыған. Қараңдар осыған. Жарайды. Ең болмаса анаяғынан ек тартпай ма? Ауылдың ортасынан кеп бүйтіп өттіңдер шекараны. Дұрыс қой енді қария. Дұрыс. Елге келгеннен кейін көкейдегі әңгімелеріңізді айтып жатсыздар, ойларыңызды айтып жатсыздар. Енді мен де Астанадан құралақан келген жоқпын. Елдегі ақсақалдарға жоралғы болсын, тобықтай томаға болсын, сыбаға болсын. Әкендірші балдар, әкендір. Қағыды әкелді. Мынау қазіргінің шапаны ғой, ақсақал. Мынау сізге менен сияпатына қабылаңыз. Шапаның ба? Жоқ, костюм шалбар. Иығын өлші, иығы дұрыс па? Жоқ, дұрыс қой, дұрыс. Құйып қойғандай болып тұр екен, мінекей. Қанша теңгенің костюм шалбар мынау?
Енді біз арзандауын ала алмаймыз ғой, сосын қымбаттауын алғамыз бірден. Нешеуіні қанша қалдыңдар? Енді оны қайдайсыз қария? Ақшасын бересің, Қырғызстаннан 5-6 тонна алатын ем ғой ақшаға. Бәрі келді. Әрқайсына әртүрлі киіп барады. Мынау енді ақсақал, қабыл алыңыз. Анау Құрманбай ақсақалдарға әкелдің ба ауылда? Бүкіл қарияларға бар. Маған бере сал оңкын. Неге? Ошал өліп қалғаннан өкін. Ауыстырып кием ғой. Екеуін кезек-кезек киіп тойға қызықшылыққа барғанда. Бәрі келді, киесіз. Одан кейін қария. Енді біз Астанада жүрміз, ауылдың хабарын күнде ести бермейміз. Бізге бір сенімді өкіл керек ауылға. Не өкілі? Мен сізді сенімді өкіл. Сосын осы ауылда ақсақалдар қауымының төрағасы қылып сайласам қалай болады? Ойбай, оң бір қызмет ол кәдімгідей. Ай сайын жалақыңыз бар. Оң халық не дейді оны? Жиналған халық не дейді? Енді халықтан бірден сұрай саламыз ғой. Келісесіздер ғой ағайын, Міне келісіп тұр ғой. Рахмет, рахмет, халқым, айналайын, рахмет. Сенімдеріңіз ақтаймын. Енді ақсақал, бүгіннен бастап менің сенімді өкілімсіз, сосын Ақсақалдар кеңесінің төрағасың ба? Кеңесінің төрағасы осы ауылда. Құтты болсын мінекей. Значит, пенсиям көтеріледі ғой. Пенсияңыз емес, айлық төлеп отырамын мен ай сайын. Айлық төлейсің? Сосын жаңағыдай әңгімелерді қария. Ауылдағы майда шүйде әңгімені өздеріңіз бітіре беруге болады. Қатырамыз ғой. Халық өзіміздікі ғой, өзіміздікі ғой халық. Ана жақта жүрген біздің миымызды ашытпай оған. Бәрін танимын ғой мен отқаны. Енді сон өздерін танымасам, ата-бабаларын танимын, әкелерін танимын. Жай жапсарын жеткізіп айтыңыз, тігісін жатқызып. Қатырамыз ғой. Айтыңыз енді, бүгіннен бастайсыз енді. Жұмысыңызға кірісіңіз қария. Жұмысқа кірісеміз. Қошеметтеп қойыңыздар кәнекей. Ақсақалдар кеңесінің төрағасы, ардақты Әбекеңді сөз кезек. Көке. Иә. Дұрыс айтасың. Негізі өзімізден де бар. Осы балдар андасында келсе миын жейміз әйтеуір. Қақтан қол дейсің бұлардың, қақтан қол дейсің. Өкіметтің жұмыс істеген жетіп жатыр ғой. Конечно. Аласапыран жұмыс істеп жатқанда несіне ауылға келдің? Жоқ, енді бір көрініп кетейін дедім ғой. Пенсия алып жатыр ғой, нормально. Пенсия мәселесін айтыңыз түсіндіріп жаңа. Пенсия айналайын қазақта айтады. Аз ішіп көп қанағат ет дейді айналайын. Осы күнге рахмет деңдер. Қай ата-бабаларың пенсия бет бұрын, Қай ата-бабаларың пенсия алды? Баяғыда пенсиясы күн көрді ғой бәрі. Мал мен егінмен. Жанармай қымбаттамаса атам ар жағына. Айтып бар. Бұрын өгізбен атпен де ектік қой егін. Екпейсіңдер ме? Алматының айналасының бәрі бидайлық өсіп жатыр. Масақ теріп орып нан қымбат болса. Дерменен тартып пісіруге болады ғой. Нан қымбат деп. Дұрыс қария, дұрыс. Нан қымбат болса аздан жеңдер. Бір буған күн 2 күнге жеңдер ортасынан бөліп. Бұл балаға ертен біз. Ана соғысқа барған шалдар тыныш отырыңдар. Соғысқа барсаңдар, осы бала жіберген жоқ қой сендер. Өздерің үшін бардыңдар ғой. Слушай, Дұрыс көке. Осылай айтып отыратын ақсақал керек. Неменеге міндетсінесіңдер? Ол кезде басқа заман ғой. Қазіргі заман емес. Бұл бала кеше туылған бала. Соғыстың кезінде жоқтың бұл. Бәрі осыған деп әңгіме жабылады. Сосын жаңа Астана Алматыдағы үйді сұрап жатқан қариялар. Керегі жоқ Астана Алматыны. Астана Алматы. Мына қартайғанда ойға көшіп не істейміз? Дұрыс айтасыз. Бәріміз Астана Алматы деп кете берсек, ауылда кім қалады? Міне. Көрдіңіздер ғой міне. Қаланың анасы ауыл дейді. Ауылда өсіп өніңдер. Сиыр сауасын, сүт сата алмайсың. Коробкадағы сүтті. Дұрыс па? Дұрыс. Бәрі натуральный ауылда ғой. Отырмайсыңдар ма? Тып-тыныш. Алматы, Астана деп бәрі қағынып. Дұрыс ақсақал. Міне, жөнге келдіңіз. Солай қылу керек қой. Мен өзім осыны айтам деп жүрген біраздан бері. Айтам деп. Сосын жаңа тағы бір 4-ші мәселеміз. Сол ұятты болды енді. Енді ұятты болды, айтып жібердіңіз ғой. 4-ші мәселе, сол туалеттерді өзбектерге подарок етеге. Дұрыс. Міне, мұнауыңыз дұрыс. Ол енді өзбектерге де осы уақытқа дейін дым бермеппін ғой, соны подарок қылайын. Сіз енді былай қылыңыз ақсақал. Рахмет, айналайын. Осы ауылда анау-мынау әңгіме жатса, сізге звондаймын. Звондағанда сотовый үйіңіз бар ма еді? Бар, сотовый жоқ қой. Қазір сізге бір телефон әперейін мен. Телефон әпер? Ауылдан осындай мәселелер шығып жатса, өзіңіз шеше бересіз ғой. Сосын оның ақшамен сөйлеседі ғой, білесің ба? Апта сайын ақша салып тұр ғой сотовыйға да. Салып тұрам. Айтса мен қалай салатынын да білмеймін ғой. Салып тұрам қария. Сосын енді былай қыламыз. Қазір мына жердегі мейрамханада ас беріп жатыр ем. Ауылдағы ақсақалдарға,
Bұрын әруақ болып кеткен қарияларға. Дұрыс айтасың деді. Өлі разы болмай тірі байымайды. Дұрыс айтасың. Ас беріп жатсың. Ас беріп. Бәсен не біраз ақсақалдар, кемпірлер жоқ деймін. Сол жақта ғой енді. Біздің ауылдың адамдар сондай тамақ беретін жерге бірінші кетіп қалады. Бірінші ас беріп, мынау әңгімені көп айтатындар мен сол жаққа жіберемін ғой жайлап. Енді сіз анау сен жаңағыларын қозғамай енді. Жаңағы Құрманбайдың кәсіп жобарын ұмытып кетпе? Берем. Жаңағылар ет болды. Жоқ, ол жерде парламентте қалай қозғайсың? Туалеті қап қойып. Қазақ ата-бабамызда туалет деген болмаған ғой. Вот міне. Тауға шығып, қырдың астында таза ауада жусаннан ұстап алды. Солай жүрміз. Бәрекелді. Жаңа жаққа барып айтайын болса? Жаңағы ас беріп жатқанға жерге барып, тағы да осылай бір сөйлейсіз, сосын Құран оқисыз. Қатырамыз ғой. Айт, дәл осылай айтып берейін. Бәрекелді. Айтқанда.
сырымдашайын Қырғызға күйеу бала болып қалайын Көзіңе көзім зар, жүрегіме жүрегім зар Өзіңе өзің зар, сөздеріңе сөздерім зар Күлкіме күлкім зар, ерніңе ернім зар Қолыңа қолым зар, деміңе демім, ох деміңе демім зар Балшырын қара көзіңе Қараймын көзімді алмай Қырғыз қыз қара көзіңе Сен үшін жан гүліммен Жырыммен сырымдашайын Алматы Бишкектен Мен сені алып қашайын Көзіңе көзім зар Жүрегіме жүрегім зар Өзіңе өзің зар Сөздеріңе сөздерім зар Күлкіме күлкім зар, ерніңе ернім зар Қолыңа қолым зар, деміңе демім, ох деміңе демім зар жүрегім зар Өзіңе өзің зар Сөздеріңе сөздерім зар Күлкіңе күлкім зар Ерніңе ернім зар Қолыңа қолым зар Деміңе демім, ох деміңе демім зар Көзіме көзім зар Жүрегіме жүрегім зар Өзіңе өзің зар Сөздеріңе сөздерім зар Күлкіңе күлкім зар, ерніңе ернім зар Қолыңа қолым зар, деміңе демім, ох деміңе демім зар Taşlıyık, ürgü tatlıyık Cilizda bir yerim var, Mahinur atlıyık Cilizdin yolu taşlıyık, ürgü tatlıyık Cilizda bir yerim var, Mahinur atlıyık Mahinur hanım, sen benim yarim Mahinur hanım, sen vefadarım Mahinur hanım, sen benim yarim Mahinur hanım, sen vefadarım düşan diyar Hem kişinin gözleri sizge düşan diyar Cilizdin ürgü yerge düşan diyar Hem kişinin gözleri sizge düşan diyar Mahinur hanım sen benim yarim Mahinur hanım sen vefadarım Mahinur hanım sen benim yarim Mahinur hanım sen vefadarım
Mahinur Hanım, sen benim yarim. Mahinur Hanım, sen vafadarım. Mahinur Hanım, sen benim yarim. Mahinur Hanım, sen vafadarım. Mahinur Hanım, sen benim yarim. Mahinur Hanım, sen vafadarım. Mahinur Hanım, sen benim yarim. Mahinur Hanım, sen vafadarım. Әпер деген әпер бұл. Алдап сұлап осылай қайтарып жіберейін деп жүрсің мен ауылға? Қайтпаймын мен әпермесең. Ай, әперем, не қыласың ол куртканы? Не қыласың? Ол үйдегі жалғыз куртка ол. Папам, ағам үшеуміз қыдырғандағында киетін куртка ол. Үстіңдегі де куртка сияқты болады ғой осы. Әпер бұл. Өзің куртканы не қылып өткізбейсің ал? Сен китайский ғой, сен китайский ғой. Китайский болса да ауылдағы мощный куртка сол. Алдап сұлдап кафеге менің курткамды беріп жүрген деп залогқа. Өзіңді неғып бермейсің ал? Сенікін 300 теңгеге зор қалды ғой, айналайын ол. Өзіңді өтседің онда 1000 теңгеге ал. Менікі болмайды ол. Қыдыртам, қалаға кел, жұмыс тауып берем деген кән ол. Өзіңде жұмыс жоқ қойса, біреуге жұмыс тауып бермек түгіл. Қайдан білейін, мен әшейін барып айтқам ғой ауылға. Жетіп келетінді қайдан білейін сенің? Ауылда жүре ме, ауылбай болып, қалаға келсін, жұмыс істейді. Көз ашылсын деп қойды. Наоборот, көзін жауып тастадың ғой сен. Көшім. Нормал. Коттеджде тұратын кәні? Түнде мілсақанаға қонып шықтық. Оған өзің кінәлісің. Мен не қылдым? Мен саған такси тоқтат дедім. Сен барып папаям тоқтат деп тұр ғой. Арақа тойып ал. Конечно, қамайды. Пары жанып келеді қазын. Такси деп ойлайсың ғой? Әпер куртканы. Осы өткенде Нұрлыхандар бәрі келгенде қыдырыпсың ғой? Көкмедеуге сөйға. Көкмедеу деген жоқ, көктөбе десей. Иә, әйтеуір. Ойбай, қыдыртам деп жердің астынан жүретін пойызға мінгізем деген кәне? Мінгіздің да, ол өмір жердің астына кірмейді ғой пойызың. Бірақ вагон. Еще проводнигі айдап отырма, немене? Оны трамвай дейді жында. Проводник айдап отыр деп. Жататын жерге ақылы деп қоямын. Жердің астына кіреді, жердің астына кірген жоқ қой. Олай қыламыз. Қазір куртканы әперейік, қойшай. Куртканы әперем, ауылға да қайтарам, ақша тауып алайын. Қайтар ауылға. Рахмет, айналайын. Қазір екеуміз радио жөндейміз. Оң қалай жөндейсің? Біз ақша таусылған кезде жігіттер шығып радио жөндейміз, сағат жөндейміз деп айқайлап, жұрттың саттарын, ақшасын алып, жоқ болып кететініміз. Радио жөндейміз. Алаяқпын десе жүрген бой қаладағы. Сол ма? Сөйтіп ұрлап әркімнен тауып алып ауылға барып шірен жүрген сол ма? Қойса болды ғой. Өмірдің өзі өтіріктен тұрады, түсіндің ба? Мен жөндей алмаймын ол. Не жөндесең де өзің жөндеме, отырамын аяққа. Тағы мілсаға түсетін жағдай жоқ ол. Мен қасымда тұршы бірақ, мен қасымда тұршы. Қасымда тұр, біреуден екеуі жақсы. Түсіндің ба? Қара, қалай ақша табатынды қара. Радио жөндейміз. Радио жөндейміз ағайындар. Радио, магнитофон, музыкальный центр. Сөйтіп айтсаң әкелі ма? Сен де айқайласайшы, бір адамнан екеуі, сенімдірек. Мен жөндей алмаймын ғой. Айқайлай берші менімен бірге. Жөндей алмаймын. Айқайлай бер менімен бірге. Радио жөндейміз, магнитофон, музыкальный центр. Радио! Радио жөндейді. Деп қойын. Жөндейміз, екеуміз. Мен жөндей алмаймын ғой. Радио жөндейді, мұна өзі. Жөндей алмаймын бәрібір. Вообще үндемей тұр сонда. Радио жөндейміз ағайындар, магнитофон, музыкальный центр. Радио жөндейміз. Радио жөндейміз. Атаң, жұрттың бәрі радио ұстамайтын болған ба қазір?
Радио жөнді емес. DVD дейсің, DVD. Келе Қармақ қапты деген осы. Ассалаумағалейкум көке. Уағалейкум. Үлкен жігіт болдыңдар. Қалайсыз? Жағдайларың жақсы ма? Ай, жаңа радио жөндейміз деп айқайлап атқан сендер ма? Біз ғой. Ай, айналайын. Ай, мынаны бір жөндемесеңдер, алаңсыз, дымсыз қалдық қой, жаңалықсыз. Қосылмай қалды, светі жарады, бірақ қосылмай, дауыс жоқ, білмеймін, не болған үштігілі. Гәріп болдым да қалдым, алаңсыз. Свет жанса да істемей ме? Қостыңыз ба тоққа? Тоққа қостың ғой, негізі батарейкамен де істей береді бұл. Панасолик қой, японский. Балдар әкемет, соғы ұятыр. Көке, жөндейміз. Ай, бәрекет, ай, біз жөндейді. Сіздің қыламыз. Ай, бәрекелді, мінекей. Бірақ ашып жапқанымыз үшін 500 теңге. Мейлі 500 теңге? Анау мынау запчасть алатын болсақ, оған тағы 500 теңге. Сразу 1000 теңге тастап кетесіз. Ай, жоқ, берем, істеп қойды. Жоқ, енді мен, жоқ, бірден беріп кетесіз. Бірден төлеп кету керек. Предоплата бізде, предоплата. Оны төлейді енді. Ай, түр істеп берсендер болды, бір сағат еді. Саңқылдап тұрады қазір. Бір айналып келіңіз, бір айналып. Асықпай келейін ба? Базарды бір айналып келсеңіз болды. Ай, бәрекет. Ай, жөндеп қой, басқа іштәрсе керек емес, жөндеп қой. Бір айналып келіңіз. Біраздан кейін келіп айтпайсың ма? Мына тұрмен онысы да біраздан кейін келеді. О, шаңда қуады екен, магнитофон жөндеткенше аяғын жөндете алмаймын. Қуатына қуат, магнитофон 1500 теңге тұрады, жөндеуге 1000 теңге беріп кетіп отыр. Бақ, куртканы аламыз ба? Куртканы әперем. Бірақ мен болмай тұрмын. Мен бір жерге барып келейші, срочно. Қаға? Шық жабыш, басым болмай тұр. Алқашсың ба, не берем? Жоқ, болмайды қазір. Тірлік жасау керек, әлі қайта мынаны жөндеу керек. Әлі біраз дүние табу керек. Тез кел бол. Сен куртыңды алу керек, үй қайтадан ақша табуың керек. Болай. Қаланың балдары ұрып кетіп жүрмесін. Бұзып қалдары. Мынаны да мен әкетіп қала салмайын ба, шал келмейтін соң. Рақаттап қалдың ба? А? Кәдімгідей болып қалдым, ше? Не бар? Ой, кетіп барады. Жып-жылғып кетті уже. Бұтыңа жіберіп қойған жоқсың ба? Ай, жоқ ой. Барды, асқазанға барды. Арақтайды тұрсың ба? Арақ. Жүрген жерін жып-жылғып жүреді, рақаттандырып адамды. Мынаны қалай жөндейсің ал? Оны жөндемей қой, саған подарок ол. Ауылға алып кетейін ба? Ауылға алып кетесің ол. Дұрыс болды. Керек ба? Ауылға бір мастерге жөндетіп аласың. Болды. Өзім алатын болсам, өзім-ақ жөндеп аламын ғой, оразын шұқылап. Болды. Құтты болсын, магнитофон. 5 теңге таптық, енді тағы 1000 теңге тапсақ. Магнитофон жөндейміз. Айқайла, айқайла. Радио жөндейміз. DVD жөндейді. Ой. Бәрі DVD істейді ғой. DVD жөндейміз. Машина. Қойсайшы, қоя бермезді. Стиральный. Үйде стиральный де жоқ бет. Ауылға кетем ғой стиральный машина. Дүние жинайын деді қосын уже. Так, біздің үйде тағы не жоқ еді? Балта сен... Балта! Балтаны жөндейміз. Кетпен сап, басын бәрін жинап әкете берейін ол. Радио жөндейміз, магнитофон. Телевизор. Қойсай сен болды. Алдайымызды әкет қамайсың? Оның бәрін қалай арқалап қойтасың сен? Автобусқа сабалам ғой багажына болды ғой. Тойымсыз кез негізі. Бұл енді тез айтты куртканы әпер бұл. Ой, қара, фағана алаяқ деп атырады. Магнитофон бердім деп, курткадан құтылдым деп тұрсың ба? Әпер бұл. Әперем. Радио жөндейміз, магнитофон жөндейміз. Кім бар? Ана шағым, кел атыр мен, өзің берме. Айттым саған, біраздан кейін кел деп айттым. Көңіл кеп қойдыңыз ба өзі? Тез жүреді екенсіз. Дайын болды ба? Дайын болды, үйге арасында тоққа қосасында тыңдай бересіз. Саң қалдап тұр. Қосып қойдың ба? Каналдарын бәрін таптың ба? Каналдарын бәрін таптым, бәрін қойып қойдым, тошыны қып. Ай, бәрекелді, қосып жіберші онда бір тыңдап көрейін бір. Қайтып қосам, бұл жерде тошқа жоқ қой, қуасы ба? Батарейкамен істейді ғой. Батарейканы қақтың табайын мен. Батарейканы мен алып келдім, осы сендер сұрап қалай шығар деп. Мені. Өлдің. Сан қата қалады. Ал, қос. Болды қазір. Ал, тығал батарейканы, қайғына тығасың? Өлдің. Қалтаңа салма. Болды көке, салдық. Енді қосса ана бір жаңалық тыңдамаған көп бір даусы жоқ. Әрқайсыңызға қосып беріп отыратын уақыт жоқ, клиент көп қазір.
Аптуздан қалайын деп тұрмын мен. Тез алыңыз да қайтыңыз болды. Аптуза. Келіп қосып берсе мен дауысын шығарып тыңдап көрейін де, енді тексеріп алуым керек қой. Үйге барып тыңдасаңыз болмай ма? Жоқ, осы жерде жаңалықтарды қосып қойшы. Шалқар бар ма? Шалқар тауып берші маған. Мен кете берейін, ана жақта боламын. Бергел. Сен мына қосылмас, атаң басымен қосылсын болды енді. бері. Қазір мына жер бір кнопкасын баста, мына былай қарай қойып қой, болды, мына антеннаны созда. Сосын мен радио сөйлеймін. Қос дегенде қосасың бітті. Көрдің ба? Сосын бірде өшіп қалған болды. Ya kübürlep gittiler. Қазір ана қосатын жерін көрсетіп жатырмын. Көрсет деп жатырмын. Қос ya. Қосайын ба? Қай канал көке? Шалқар ма? Біреуін қос, шалқарды қош, радиоды жаңалық тыңдаймыз ба көрейік. Не деп жатыр екен? Қостым. Құрметті радио тыңдарманды қауым. Бүгін Алматы қаласында қар аралас жаңбыр жауып тұр. Болды. Болды. Бірде погоданы айтып жатыр ғой. Қар аралас жаңбыр жауып тұр дей ме? Қар аралас жаңбыр жауып тұр көке. О, жағын қарысқырлар, әйтеуір бір жаңбыр жауып тұр. Ана нені қойшы айтпақшы? Хитепем деген бар. Соны қойшы. Әдемі нелер айтады, хитепем тауып бер. Орысша білесің ба? Өлдің оңбаған. Қостым. Лиза, еще вчера мы были вдвоем, еще вчера не знали о том, как трудно будет нам с тобой расстаться, Лиза, и новых встреч ждать день за днем. О, Лиза. Өшірдім. Не көшірдің? Сол нормально, ұрып жатыр. Заманымыздағы өлеңдер ғой. Айтпақшы, ана нені қойшы, қазақ радиосын қойып па, қазақ радиосын. Қазақ радиосы жақсы әңгімелер айтады. Көке болды ғой, істеп тұрма, барса енді көке. Қазақ радиосында не айтатын? Әрқайсысына қосып қойсыңдар, енді бір жақсы бір термелер, нелер айтушы еді білмеймін ғой тұр. Терме білесің ба? Құдайдың тақпағын білмейсің? Қостым. Интернетте қара нанды жебедім, бірақ оны қара екен демедім. Аш кезімде жегеніміз бір басқа, оның дәмін әлі ұмытпай келемін. Оның дәмін әлі ұмытпай келемін. Өшірдім. Не көшірдің ай апедемі термені қой. Сіздердің кездеріңізде ғой, қыз емес ол бізге ол. Нәйіз, болды. Тыңдадыңыз ғой, болды ғой. Жаңағы термені қайтан қойшы, мен соны термелетіп, үйме қайтайын. Соны ма? Қайсың? Айтпақшы, тағы бір ана бір не бар еді ғой, бір орысша бір не бар еді, шетел жаңалықтарын айтатын ғой. Көке, шетелді қайтесіз, Қазақстан тарттыр ма, тарттыру болды ғой. Топ берсе мен қазір кезек қойып алайын дедім. Бірі, екеу, үші, мынаған жаңағы шетел жаңалықтарын қойды. Қос бер дегенсің, қос бер. Дұрыс. Қос айналып. Ақшасын төлеп жатыр ғой. Соны айтамын. Өлдің оңбаған, шетелші не айтасың? Қосты ма? Өшірдім. Не болып кетті? Соғыс болып жатыр. Соғыс, шетел жаңалықтары белгілі ғой, олар жетіп жатыр дейсің ба? Құрсын. Біздің Қазақстан ғой, әйтеуір тыныш, құдай қаласа. Құрсын, ода жаңа ғана термені қайтан қойып берші, мен кетейін. Мә, термені үйнеден шығарып сал өзің бар. Тұра тұрсын. Қос, мен шалып қатырайын. Қос. Қостым. Ашқану анна Мұхаммадар Расулулла. О, астағфиралла. Құптанның уақыты болған екен ғой, а? Иә. Бәрекелді. Кеттен, көрдің ма, кет. Ассаламағалейкум рахматулла. Уағалейкум ассалам. Маған қарап атқан несі ассаламағалейкум? Ассаламағалейкум. Ассалам. Ей! Атағларым! Алаулап бойда жалын болар деп ойламадым, өзіңе сенгендіктен түсімде аймаладым. Қиылып қас-қабағың, өзіңнен бақ табамын, өзіңе арналады-ау асқақ әнім. Таңдағы арайын мен, тағдау қарайын мен, бағыма балайын мен, от болып жанайын мен.
Çayqalып сезімдер мұң, сен ойлап көз ілмедім. Арайлы жан шуағым, болмасын көзіңде мұң. Қиылып қасқа бағын, өзіңнен бақ табамын. Өзіңе арналады асқақ әнім. Таңдағы арайын мен, тағдау қарайын мен. Бағыма балайын мен, от болып жанайын мен. Тағда қарайын мен, бағыма балайын мен. От болып жанайын мен. Ақ көңілді ағарманым, не болып жүр саған жаным. Қаншама рет ойлансам да, құпияңды таба алмадым. Қаншама рет ойлансам да, құпияңды таба алмадым. Неге жаным үндемейсің, сенсіз күнім түндегейсің. Неге қызғалдақтай ажарланып гүлдемейсің. Неге қызғалдақтай ажарланып гүлдемейсің. Төсіме де сен кіресің, сүйем дейсің, сен дәресің. Неге сезіміңді жанбай жатып сөндіресің. Неге сезіміңді жанбай жатып сөндіресің. Сенсіз атпас құба таңым, сенсіз қалай гүл атамын. Жүрегімнің қалауы сен, жалғыз сені ұнатамын. Жүрегімнің қалауы сен, жалғыз сені ұнатамын. Өзің едің айбынымда, түсірмеші қайғымыңға. Кел жүзеге келші құрбым, махаббаттың айдынында. Кел жүзеге келші құрбым, махаббаттың айдынында. Неге жаным үндемейсің, сенсіз күнім түндегейсің. Неге қызғалдақтай ажарланып гүлдемейсің. Неге қызғалдақтай ажарланып гүлдемейсің. Ажарланып гүлдемейсің. Алып келген базардан боз белбеуін жаманы жақсай болса да, өз белбеуін сырғалым атыңдай әнмен жырладым. Келтіріп әннің ырғағына көрмегені көп уақыт, көп күн болды есен аман жүрмісің. Көз көргенім балымша, электрдің шамынша, көнбейсін қалқам жалынсаң.
кісі жары кісіге жар болама балапандай бауырыңа басқан менен зибашай қасыңның қара қиғашай құрбыңдай қалқам сыйлашай ынтызар қып құрбыңдай қойғаныңша хабар берсең қайтеді оңашада сырғалым атындай әнмен жырладым келтіріп әннің ырғағына өлең айтып біз жүрміз тамашалап өлең айтсаң келіңіз қас пен қабақ балымша электрдің шамынша көнбейсің қалқам жалынсаң күләндай сен үшін салдық бұл әндай кешір шай қалқам күнәмдай отандастық деген тақырыпта сол мағынада отан туралы, ана туралы тақырыпты айтсақ молдау деген ниет болған. Әзір енді жасыратын жоқ, көп адам ойлайды, қазақтардың мәдениесі Борат киносынан кейін түсіп кетті деп. Жоқ, қазақ халқының мәдениеті әрқашан жоғары болған. Қазақтарды мәдениетсіз ел деген, өйткені олар арақ іше білмеген, өйткені олар еш уақытта ешкімнің елін шауып жерін басып кірмеген. Қазақтарды мәдениетсіз ел деген, өйткені олар нәпсіге ырық бермеген, өйткені олар тал түсте жұрт көзінше солқылдатып тіл сорысып көрмеген, ата-ананың бетіне тік келмеген. Қазақтарды мәдениетсіз ел деген, кең даланы кемел оймен тербеген. Қазақтарды мәдениетсіз ел деген, мәдениеті сол ауыздар шөлдеген, шөлдегенде қымыз ішіп шекелері терлеген, ашыққанда етті жеген, асылып дайындалған мәдениетсіз қолменен. Отан десе, ел десе, жүрегімнен кетеді әркез жыр ұйтқып, таспен ұрған талайларды аспен ұрып көрсеткен біз шын мәдени биіктік деген екен Қаныбек деген ағамыз. Сондықтан мәдениеттің көкесі бізде ағайын. Ал енді отан деген сөз өзіңнің шаңырағыңа қандай болса, отан деген сондай болу керек. Ол отан деген тақырыпты жүрегіңе тас қылып байлап қою керек. Және шетелге барып біреу 4-5 сом берсе, о жоқты мақтай берместен, елге деген махаббат әрқашан шаңырағыңа, ата-анаңа қандай болса, ұлы перзенттеріңе қандай болса, сондай болу керек деп ойлаймын. Отанымыздың шаңырағы ешқашан шайқалмасын деп, отан елім деген әнді орындап беруге рұқсат етіңіздер. Көңілді бір шапалаққа қақшы отан үстем. Отаннан басқа бағым жоқ, отаннан басқа төрім жоқ, отаннан басқа ойларға басымда менің орын жоқ. Сен үшін жаным егілсін, сен үшін қаным төгілсін, жырқырап сені қорғауға берілген маған өмір шын. Отаным ата-анамсың, ақылың менен санамсың, отанын сатқан опасыз, отансыздар деп саналсын. Отанын сатқан опасыз, отансыздар деп саналсын. Тараған қулар маймылдан, хабарысы сенің қайғыңнан. Өйткені ұрлап сатып жеп, отаннан олар айрылған.
sanamsın? Otanın satkan opasız, otansızlar dep sanalsın. Otanın satkan opasız, otansızlar dep sanalsın. Aytıp bitmesin, koyular mağan nüktesin. Ayağın senin canımdı, canımdı menin geçesin. Otanım ata anamsın, akılım menin sanamsın. Otanın satkan opasız, otansızlar dep sanalsın. Otanım ata anamsın, akılım menin sanamsın. Otanın satkan opasız, otansızlar dep sanalsın. Otanın satkan opasız, otansızlar dep sanalsın. Otanın satkan opasız, otansızlar dep sanalsın. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleyküm. Yelimde bir emrengen, jerim dep debrengen, onun yezişin kiyingen, yerler için siyingen, elimnin şanrağın biyikletip jatkan yerlerim, oradan görgen ülgülelerim, karşıda ilgirlerim, köptü görgen bilgirlerim, hatadan emes, batadan tuğan, elimnin danaları, kalkımның daraları, bak konup, batadargandarım, sağıtlarınız sarkılmasın, bazarlarınız tarkamasın, merekeleriniz ağayın, kutlu olsun dep aytıpqa bir ruhsat ettiңiздер. İlahi amin, biz götürdük bilekti, bergeysin Allah tilekti, tilegen tilekti versin, ağayın kıdır kabatlarınızga yersin, joldarınız ak bolsun, jaratkanның özü pana bolup jak bolsun. Jaratkan Allah elдің şetin jauga bastırmasın, elдің işin dauga bastırmasın, elden birlik ketmesin, yerden tirlik ketmesin, görgönderiniz jakşılık bolsun, el aman bolsun, tırışlık zaman bolsun, ballar baktı bolup kulay kalasa barlığı da özlerinizde el silaytın, kalık silaytın, ülkön adamlar bolsun, yetken еңбектерiniz önümde, jasagan ömürleriniz köngüldü bölüp, Allah Teala barşanızga da körgön kızıklarınızdan, körötün kızıklarınızды molgusун. Allahu Akbar. Rahmet, salamat bolunuzlar.